Сабырбек Олжабай, Бетперде. Тораңғылы тоғайды аралап ағатын өзен, ерке бойжеткендей сықылықтай күліп, мың бұрала өзгеше өрнек салды. Тастан тасқа секіріп, көбік шашқан өзеннің беті сан алуан суретке толы, әсемдік әлемінің бар бояуын шашып тұр. Оқта-текте әр жерден шорши көтеріліп, су бетіне жарқ етіп шығып, қайта сүңгіп кетіп жатқан шабақтардың жарқылы елегізген көңілді селк еткізеді. Қалай дегенде де өзенде өмір сарыны бар, ширатады, шынықтырады, жігерлендіреді, құлшындырады. Не қайнатар ыстықтан қашып келді ме, әлде тылсым табиғаттың келісті көріністерінен тояттап, өрекпіген жүректің дүрсілін басқысы келді ме, кім білсін. Бір жігіт өзен бойындағы орындыққа таңертең келгеннен ымырт үйірілгенше тапжылмай отырады. Жігіттің жүрегін жұлқындыратын не жағдай? Оған осыншалық төзімділік қайдан біткен? Адамдар кейде айналасындағы аласапыран арпалыстардан, күнделікті күйбең тірліктің тәшпішінен мезі болып, оңашалықты ұнатады. Жалғаннан баз кешіп, жападан жалғыз қалғысы келеді. Бірақ жалғыздық жаратқанға ғана жараспас па? Сонда мына жігіттің адамдар арасынан жырақтап оңашалана беретін несі? Жігіт селт етпестен отыр. Екі көзін бір нүктеге қадап алған. Тіршілік атаулыны тәрк етіп, өз әлеміне еніп кеткен жігіт жан-жағынан ақтарыла күліп, даудырай сөйлеп өтіп бара жатқан тынығушыларды да елең қылмайды. Қиял құсының қайда, қай биікке көтеріп кеткен өзі біледі. Сырт көзге ол орындыққа таңып тастаған адамдай көрінеді. Жігіт екі қолын тізесіне қойып қыбырсыз отыр. Қалтасындағы ұялы телефоны қанша шырылдап жатса да саңырау адамдай мыңқ етпеді. Өзен бойына шомылуға келіп жүргендер осы күнге дейін оның бет-жүзін анықтап көре алған жоқ. Кісі киіктеніп, үнемі тынығушылардан жырақ отыратын оны сырттай білетіндер ендігі елемейтін де болды. Осылайша сыртқы әлемнен сырғақтап, өзімен өзі терең ойға батып отырған бір жолы ту сыртынан «Саламатсыз ба, аға?» деген қоңыраудың сыңғырындай әдемі үн селк еткізді. Жігіттің көңіл кептері басқа ғаламды шарлап кеткен еді. Ту заузаңғар биіктен, кіршіксіз таза әлемнен жын жыбыры аралас жерге түскеніне жігіт кәдімгідей қамығып қалды. Бірақ мұнысын сездіргісі келмей, «Амансың ба, айналайын?» деп тіл қатты. Бойжеткен жүрісінің сыбдырын сездірмей, көгершіндей қалықтап келіп, жігіттің жанына келіп отырды. Жігіттің мұрнына қыздарға ғана тән балғын да жұпар иіс келді. 17-18 жастағы бойжеткен шығар деп ойлап үлгерді ол. «Демалып отырсыз ба?» Жігіт тағы да мойын бұрмастан басын изеп, «Иә» деді. Қызға жігіттің тым ұяңдығы қызық көрінді. Жаныңа талшыбықтай бұралып бойжеткеннің өзі келіп тұрғанда бозбала басын бұрмас па? Осы сұлудың соңынан екі сыныптың жігіттері ал өкпе болып жүгіргелі қашан. Мұны бейтаныс жігіт қайдан білсін? Меңсұлу өзінің аса ажарлы екенін жақсы білетін еді. Ақ борықтай сұлу мүсін, тұнжыр көз, шие ерін, қиғаш қас, құмырсқа бел, кеседей төңкерілген қосанар, толқынды шаш, қаз мойын, бота тірсек, айнаға қараған сайын бойжеткенді де ерекше қуанышқа бөлейтін. Айналасындағы құрбылары да оның осы сұлулығына сұқтана қарап, ажарының айдай екенін құлағына сіңірген. Ал мына жігіт меңіреу ме, зағип па, нағыз иіс алмастың өзі ме елең етпегені қалай? Бойжеткеннің бойында бір бұлқыныс бұрқ етіп оянып шыға келді. Оның қорлану әлде кектену екенін өзі де білмейді. Қарай көр өзің. Меңсұлудан қайткенде жігітті бір сілкіп алғысы келді. «Оу, естисің бе өзің?» деді даусын қатайтып. «Тыңдап тұрмын», деді бейтаныс жігіт міз бақпаған қалпы. «Құлағың бар екен әйтеуір?» «Бар сияқты».
Бойжеткен сыңғыр етіп күліп жіберді. Жігіт енді оның мазалау үшін келмегенін сезді. Пәк көңілді бойжеткен сөйлеп кеп кетсе, ұжымындағы сөзуарлардың талайын айтыс-тартыста сазға отырғызып кететін жігіттің шеберлігін қайдан білсін. Жігіт сонда да оны босқа әуре еткісі келмеді, бәлкім баласында. «Менде не шаруаңыз бар?» Бұл қыздың күтпеген сұрақ еді. Мектепте ғой жігіт сымақтар мұның әр басқан қадамын аңдып жүреді. Меңсұлу олардың біреуімен әлдеқандай себеппен сөйлесе қалса, жігіт өзін сол күні шексіз бақытты сезінер еді. Тосын жолыққан тұнжыр жігіт мұны қайдан білсін. Мына қыз шолжаңда емес, еркеде емес, бірақ бойында бір батылдық, еркін үміт бар. Ақылды қыз болар деп ойлады жігіт. Бойжеткен жігіттің бетіне бажайлай қарады. Сонда ғана жігіттің бетіндегі бетперденің жүзін толық бүркеп тұрғанын аңғарды. Қыз шошынып шегіншектеп отырды. Бірақ жігітке қорыққанын сездіргісі келмеді. Сіз қарақшы емессіз бе? Меңсұлудың аузына басқа сөз түспеді. Жігіт күлді. Иә, дұрыс айттың, қарақшымын. Сен сияқты жалғыз жарым жүрген қызды ұстап аламын да. Бойжеткен шошына айқайлап орнынан ұшып тұрды. Қорқып кеттің бе? Жігіт езу тартып күлді. Шошытып жібердіңіз ғой. Шошыма, қарақшы емеспін. Онда неге бетіңізді түгел тұмшалап алғансыз? Қыздарды қорқытайын деп. Бұл жолы да қыз сыңғырлай күлді. Қорқытатын кезді тапқан екенсіз. Несі бар? Қарақшылар түнде жүреді, ал сіз? Мен күндізде ұрлық жасай беремін. Ұстап алады ғой. Мейлі. Мені ұстап алыңдар деп жүрген сізді ғана көрдім. Бұл жолы жігіт үн қатпады. Айнала тым-тырыс. Бойжеткен жігіттің бетіне үңіле қарап таңырқап отыр. Меңсұлу шыдай алмады. Сіз осы жердікімісіз? Иә, жақын маңда тұрамын. Аға, бетпердені бұлай тақпайды ғой. Ауыз бен мұрынды ғана тұмшалайтын бетперделер бар. Кез келген дәріханада толып тұр. Оны білемін. Мен инфекция көзіме түспесе екен деймін. Меңсұлу иығын қиқаң еткізді, көздерін бақырайтып, ашып. Аға, инфекция көзге түсуші ме еді деп сұрады, түкке түсінбей. Індеттің түрі жаман, қырып барады ғой түге. Иә, солай, деп келісті Меңсұлу. Бірақ індеттен сақтану үшін ауыз бен мұрынды ғана жауып жүру жеткілікті. Сосын мынадай тамылжыған табиғат пен саф ауада бетперде киюдің түкке де керек жоқ. Сен солай ойлайсың ба? Иә. Қыз жігіт бетпердесін шешетін шығар деп ойлады. Бірақ ол мызғымай отыра берді. Жерлеп кетпей қалай шыдап отыр екен деп ойлады қыз. Жігіт кенет ойына әлдене түскендей басын көтерді. Сен өзі қанша жастасың? Жуырда мектеп бітіреміз. 17-18 екен ғой. Бұл кезде қыздар осындай қиялшыл келеді деп ойлап қойды жігіт. Оның есіне қарындасының бойжете бастағандағы мінез құлқы түсті. Өзіне қатты еркелеуші еді. Бала сияқты алысып жұлысып ойнай беретін. Қалай жоғары сыныпқа өтті, солай еркелігі сап тыйылды. Ұрлық жасаған адамдай өз-өзінен қуыстана беретінді шығарды. Ал құрбысы үйге келсе, одан шешен, одан көңілді адам таппайсыз. Оңаша бөлмеге кіріп алып, сықылықтап әлденелерді айтып ұзақ отырады. Бұрын күнделігін тексертіп тұрушы еді, бүгінде сөмкесіне жан жолатпайды. Қыз құпиясы 40 қатпарлы, мың иірімді. Қазақ, қызым үйде, қылығы түзде дейді емес пе? Расында, ол сыртта ашылатын шығар. Біреулерге тиіскісі келіп тұратын болар. Жігіт осыны ойлап, сенің атың кім деп сұрады. Меңсұлу. Ғажап. Несі ғажап? Атыңды айтамын да. Біздің сыныпта менің атымнан да керемет есімі бар қыздар көп. Мысалы Аяру, Айзере, Жанерке, Ақбіле. Әдемі емес пе? Әдемі. Сенің де атың ажарлы. Кей қыздардың бетіндегі меңі сұлуландырып тұрады.
Сенің де бетіңде мен бар шығар. Бойжеткен ұялып қалды. Сонда жігіт осы кезге дейін мұның ажарына зер салмаған болды ғой. Қыз қымсынғанын сездіргісі келмей, әжемнің қойғаны ғой дей салды. Әжем ақылды екен. Оны қайдан білдіңіз? Саған Меңсұлу деп әдемі ат қойғанына. Иә, менің әжем дүниедегі ең жақсы адам. Меңсұлу балаша қуанып қалды. Онысы жарқын шыққан үнінен аңғарылды. Сонымен, сіздің атыңыз кім, бетперделі жігіт, деп сұрады Меңсұлу едәуір үнсіздіктен соң. Болатбек. Өзі Болаттай берік, әрі бек. Сіздің де әжеңіз жаман адам болмады. Екеуі қосарлана күлді. Күн қырдан асып, көк шоқының үстіне жайғасты. Әлден соң көкжиекке қарай қисайып, нұры шоқтана күлгін тартты. Айналаға қоңыр көлеңке түсіп келе жатты. Тоғай қалың тұман құрсауында қалғандай қалтырай бастады. Жағалауда асыр салып ойнап жүрген балалар әлде қашан үйлеріне қайтып кетіпті. Тоғай ішінен сыбдыр естіледі. Қалып кеткен сиыр әлде ешкім екен. Қоңырқай көлеңке төңірекке көңіл құлаздар қорқынышты әкеле жатты. Тек өзен ғана ештеңені елең етпей өзінің сылық-сылық күлкісімен баяу ағып жатыр. Табиғат та, адамдар да өзгереді. Өзен ғана өзінің жоғалтпайды екен, деді Болатбек. Қандай ғажап, сіз философ емессіз бе? Қайдан? Әдемі айттыңыз ғой. Тылсым табиғат құшағында отырып, әдемі сөйлемеу мүмкін бе? Меңсұлу рас айтасыз дегендей басын изеп қойды. Кеш түсті, күн батты, сен үйіңе қайтпаушы ма едің? Деп сұрады Болатбек. Иә, қайтам ғой. Бірақ қыз асыққан жоқ. Болатбек екеуі тастан тасқа секіріп ойнаған су сыбдырын тыңдап тұрды. Енді мен қайта берейін, деді Меңсұлу. Иә, қайта ғой, үйіңдегілерді іздеп жатқан шығар. Меңсұлу жігітке қолын бұлғап жүгіре басып, тоғайдан шығып бара жатты. Болатбек орнынан тапжылған жоқ. Меңсұлу тоғайдан шыға артына бұрылып қарады. Суға қарап телміріп отырған жігітті көріп, іші уылжығандай болды. Неге не қайтпайды? Әлде маған өтірік айтты ма екен? Деп ойлады. Жұмбақ жігіт көзден таса болғанша, жүрегі құрғыр аласұрып тарсылдаумен болды. Ендігі сәл бөгелгенімде бәлкім, ол мені де бұдан әрі ойлағысы келмеді. Алдынан ауылдың самаладай шамдары жарқ ете қалғанда, ол бойын билеген үрейден оңай серпілді. Қызық, бағана құрбыларымен бірге қайта бермей, жалғыз отырған жігіттің жанына неге бардым? Қай құдай мені айдап барды? Деп ойлап келе жатты. Не екені белгісіз, бүгінгі кездесу ойынан шықпай-ақ қойды. Әлденеге елеңдеп жүрегі дүрсілдеді. Меңсұлу бойын белгісіз бір қуаныш кернеп келе жатқанын сезіп қайран қалды. Япыр-ау, мұндай да болады екен-ау. Жүрегі құрғыр неге өрекпейді? Шешесі әдеттегідей тұлданып қарсы алды. Әй, жалмауыз қар, кеш баяғыда түсті. Қайда жүрсің, а? Әлде тоғайдағы жын-шайтанмен жасырынбақ ойнадың ба? Сиырлар сені күтіп тұр, мөңіреп. Бар да сау, деп қолына шелекті ұстата берді. Кешкі тамақ үнсіз ішілді. Әкесі ауылдың жаңалықтарын айта бастап еді, шешесі тыржың етті. Бұл сенің мылжың әңгімеңді тыңдауға құлқым жоқ дегендегісі. Әкесі кесесін төңкеріп сыртқа шығып кетті. Осының бәрі сенің кесіріңнен дегендей ағасы алара қарады. Енді тоғай жаққа аттап баспасмын деп ойладым Меңсұлу. Сол түні ол ыдыс-аяқ жинап, одан соң емтиханына дайындалып кеш жатты. Таң ала кеуімде түс көрді. Тоғай аралап келеді екен дейді. Ала сиыры тағы да тоғай ішінде қалып қойыпты. Шыбықпен шып-шып ұрып жүріп тоғайдан әзер шығарды. Сүтімді тағы да қақтап сауып алармысың дегендей, ала сиыры мұны қуып кеп берсін. Қашып келеді. Жүрегі атқақтай соғып жатып оянып кетті.
осындай да түс болады екен-ау деп өз-өзінен күлді. Немеңе жетісіп ыржиып отырсың, сабағыма бармайтын бедің, деп бөлмесіне шешесі кірді. Апатай, қазір міне, деп Меңсұлу орнынан қарғып тұрды. Мұны да бойжеткен қыз дейді-ау, шешесі бетін шымшылады. Түс түлкінің тезегі болмай шықты. Ала сиыр тағы да өрістен қайтпай жатыр. Ағасы жұмысынан оралмаған, інілері ойнап кеткен, сіңілісі болса титімдей ғана. Ала сиырды тауып кел, қарасаң келгір, осы сирақ тоймайды екен, деп шешесі қолына көк шыбық ұстатты. Ол өзіне таныс соқпақпен тоғай ішінде келе жатты. Өзен момақан күйінде бір қалыпты ағып жатыр. Ойын қызығына берілген ауыл балалары судан шықпапты. Өзеннің түйетайлау жерінде балалар бір-біріне су шашып ойнап жүр. Кенет ол кешегі орындықта өзенге тапжылмай қарап отырған бет перделі жігітті көріп іркіліп қалды. Қаққан қазықтай қатып қалыпты. Қап, аяруды ерте шықпағаным-ай, деп ойлады. Меңсұлу тұнжыр томсарып келе жатты. Ол шаруаның бар азабын өзінің ғана қабырғасына батып жүргенде ауыр күрсінді. Неге күрсінесің? Ту сыртынан шыққан үнге селк етті. Болатбек екен. Аға, әлі отырсыз ба? Отырмағанда қайда барамын? Үйіңізге қайтпаймысыз? Оған әлі ертерек. Қараңғы түсіп кетеді ғой. Маған сол қараңғысы керек қой. Жұртты шошындырып қайтемін. Меңсұлу жігіт отырған орындыққа барып жайғасты. Болатбекке қолын ұсынды. Алақаны жып-жылы екен. Жігіт жібергісі келмегендей қыздың қолын ұзағырақ ұстап тұрды. Болатбек пен Меңсұлу ұсақ-түйекті сөз етіп біраз отырды. Неге екені белгісіз, бойжеткен кеше ғана танысқан, әлі де жұмбағы көп жігітке бауыр басып қалғандай. Көңіл жайлауында гүлденіп, әзиз бейнесі өмір бақи көз көкейінен көшпейтін жандар болады. Әңгімелесе келе бойжеткен жүрек тұсында тобықтай бір түйін пайда болғанын аңғарды. Бетперделі жігіттің әңгімесі оны баурап бара жатты. Аға, менің ойымша, сіз бекерден бекер бетперде киіп жүрген жоқсыз. Мұның сыры неде? Деп сұрады ол алғаусыз адал көңілмен. Ол жұртшылықтан жүзін жасырып жүретін жігітті аяды ма, әлде оның осыншама азапқа тозып жүрген сабырлылығына қайран қалды ма? Бұл арасын өзі де терең түсіне алмады. Күн тағы да ұясына қонғалы еңкейіп бара жатты. Көкжиекті қызғылт шапақ өртке орады. Қыздың бойы тоңазыды. Сен жаурап тұрсың ғой, деді Болатбек. Жігіт оның иығына костюмін жапты. Бойжеткен ерекше бір жылылықты сезінді. Әлден соң Меңсұлудың төсіне әлдеқандай бір қатты зат тигендей болды. Ол еріктен тыс костюмнің ішкі қалтасына қол салды. Фотосурет екен. Әйелдерге тән қызығушылықпен ол фотосуретке үңілді. Не ғажап. Қайратты шашын артқа қарай толқындата сілкіп тастаған бүркіт көзді, қыр мұрынды, келісті жігітпен аса ажарлы ару бір-біріне бас түйістіре күлімсірей қарап тұр. Япыр-ай, мынадай да жарасымдылық болады екен-ау. Жігіт пен қыз адаспай бірін-бірі қалай тапқан? Кешегінің төлегені мен қыз жібегі, батыстың Ромеосы мен Джульеттасы, шығыстың Фархады мен Шырны осындай-ақ болар деп ойлады Меңсұлу. Неге екені белгісіз, қыздың өн бойын белгісіз бір ағын аралап өтті. Ол қос ғашыққа қайта қарады. Біз бақыттымыз деп тіл қатқандай болды. Суреттегі жігіт пен қыз. Бұдан әрі Меңсұлу шыдай алмады. Аға, мына жігіт пен қыз кім? Үні жарықшақтан шықты. Костюм қалтасындағы суретті айтасың ба? Иә. Болатбек судың сыңғырына құлақ түріп отыра берді. Бойжеткеннің денесі бір ысып, бір суыды. Айтсаңызшы,